Ертеде мақта қызы өмір сүріпті. Бір күні үйін жинап жүріп, мейіз тауып алады. Мейізді мысығына берейін деп, мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, мында келші. Мысығы келмейді. Келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды. Мейізді жеп болған уақытта мысығы келеді. Мені неге шақырдың? Мақта қыз айтпайды. Айтпасаң, мен сенің қатығыңды төгемін. Онда, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мысық қатықты төгеді. Ал мақта қыз болса, мысықтың құйрығын кесіп алады. Мақта қыз, кешірші. Менің құйрығымды берші. Қатығымды қайтар. Сол кезде беремін құйрығымды. Мысық ойланып сыртқа шығады. Есік алдынан сиырды көреді. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Жапырақ әкелсең, мен саған қатық беремін. Мысық ойланып ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші. Сен маған су әкеліп берсең, мен саған жапырақ беремін. Мысық су іздеуге жолға шығады. Жолдан шелекпен су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Сен бізге сағыз берсем, біз саған су береміз. Мысық ары қарай дүкенге барады. Дүкенге кіріп, дүкеншіден сағыз сұрайды. Дүкенші, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкел. Сонда саған сағыз беремін. Мысық жұмыртқа алу үшін тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Сен бізге тары берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық енді не істеймін деп ойланып тұрғанда, қасынан тышқан жүгіріп өтеді. Мысық бас салды. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйде бір уыс тары бар. Маған сол тарында әкел. Тышқан тарыны мысыққа әкеліп береді. Мысық тарыны тауыққа береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды алып қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр оған қатығын береді. Мысық қатықты мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Достар, ертегі ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа.